3-4 жыл бұрын барлығымыз Қытай көліктерге бір түрлі қарайтынбыз. Ал қазір көшеде өте көп олар, көзіміз кәдімгідей үйреніп кетті. Сондай Қытайдың бір көлігі бүгінгі біздің шоуымызда. Ол Kia Seltos. Бұл экспресс автошолу, сондықтан маңызды жерлеріне ғана тоқтап, қысқаша осы көлік туралы айтып кетейік. Өйткені мен өзім ютубтан осы Seltos туралы ақпарат мүлдем таппадым, немесе өте аз екен. Егер осы автошолу ұнап жатса, үлкен форматта түсіруге дайынмын. Бұл Kia Seltos автокөлігі 2024 жылғы Қытай мемлекетінде жиналған. Мына жерінде негізінен қытайлық жазу болған, мен бұны алып тастадым. Бірден көзіме ұнатамадым. Бірден артындағы оптикаға тоқталайық. Қараңыздар, оптикасы өте әдемі болып жанады. Ұзын, түнде ерекше әдемі сезім береді. Және астында да қосымша жарық бар. Дискісі 17 размер. Алдындағы оптикасы осылай жанады. Өте керемет, өте әдемі көрінеді. Видеода мүмкін дұрыс көрінбеуі де мүмкін. Әрине бұл Kia Seltos'та кілтсіз ішке кіру бар функциясы. Және ішіне тоқталып кетейік. Іші өте әдемі. Қытайда жиналған көлікке мүлдем ұқсамайды. Мен бірден айтып кетейін, дилерлік Kia Seltos қандай болатынын мүлдем білмеймін, мүлдем салыстырып көрмегем. Сондықтан осы видеоны көріп, сіз қандай айырмашылық тапқаныңызды комментарияға жазыңыздар. Әрине мультируль бар. Бұл жақта барлығы радио қосу, дауыс көтеру барлық функциялар, және де мына жақта основной менюді бағыттау. Мына жақта барлығын көре аласыздар. Ақпарат жайлы, қанша километр, қанша жүрдік. Мынау көлік 2000 километрден сәл көп жүрген. 2000 көліктен көп жүргендіктен осы туралы көлік туралы кішкене болса да ойым қалыптасты. Жолақты ұстау бар бұл жақта функциясы, жолақты ұстау функциясы бар. Сосын рульді жіберген кезде өзі линияда бұрылу функциясы да бар. Жарықты көтеру, түсіру бар, автостоп бар. Дөңгелектегі қысымның көрсеткіші, DC off кнопкасы бар, және парктроник бар. Негізгі меню өте қарапайым. Көбінесе бұл көліктің настройкалары, музыка, радио және де болды. Көп функция жоқ. Мына жақта климат контроль бар. Бір USB порт, бір 12 вольттан жұмыс істейтін прикуриватель. Бұл көлікте вариатор және шайбасы бар. Жүру функциясын таңдайды. Бұрған кезде смарт, спорт, эко, комфорт түрлері бар. Қазір мен комфортқа қойып қоямын. Комфортпен жүрдім осы уақытқа дейін, өте жақсы. Ал көлікті оталдырып көрейік. Бұл жерде әрине міндетті түрде push start бар. Оталу өте әдемі. Ручник, автохол және де артқы камераны мәжбүрлі түрде қосу. Бір жалпы көрінісін тағы бір көріп жеріңіздер. Алдыңғы және артқы орындықтары бір стильде орындалған. Кішкене перфорация ретіндегі тесіктері бар, және де сондай оранжевый түстегі жіппен тігілген тігістері бар. Жалпы көрінісі осындай. Ортада 2 стакан қойғыш бар, ол ашылып жабылады, және де мынау подлокотник. Подлокотник ішінде Type-C-ға шығарылған бір орын бар. Қытайлық Seltos'тың маған бір ұнағаны, ол үлкен панорамалық люк бар.
Ал артқы орындықта отырмыз. Қазір мен өзімнің артында өзім отырмын. Орын көп. Менің бойым 170 сантиметр. В принципе, қысқа бойлы болғансам да, үлкен адам да мына жаққа емін-еркін отыра алады деп ойлаймын. Артқы орындықта подлокотник, зарядка, орындықты жылыту, телевизор, әрине осының барлығы өкінішке орай жоқ. Бірақ осындай қарапайым жасалған орталық консоль бар. Бұл жерде Type-C-ға шығарылған зарядка бар, және де кішігірім мынандай телефон қойып қойғанға бар. Орын бар. Артқы орындықтың тек мына пассажирский жағында ғана мынандай кішігірім қалташа бар. Мына жақта подлокотник жоқ. Ал багажнигіне тоқталатын болсақ, багажнигі ешқандай автоматты түрде ашылмайды, қолдымен. Мына енді кішкене бардак болып жатыр, оған көңіл бөлмей қойыңыздар. Маңыздысы екі жағында қалта бар. Кішігірім және де астында запаскасы бар. Запаскамен қоса қытайлықтар жилетка, сосын мынандай ескертетін знак салып қойыпты, және де инструкциялары бар. Көлікке ие болғанына 1 ай болды. В принципе, мен сіздерге айтамын, жақсы. Қосымша мен тек қана осындай ветровиктер салдым. Ветровиктер. Сосын мынандай жердегі қорғаныш мынандай пленкалар, және де осындай Celtis жазуы бар. Есіктің мынандай порогына жапсырылатын осындай накладка алдым, болды. Трассаға осы көлікпен 2 рет шығып келдім. В принципе, нормально. Крейсерлік жылдамдығы 120-125 км сағатына. Бұл көлік Алматыға арналған таптырмас орта размердегі кроссовер ретінде айта аламын сіздерге. Және де ең қызығы осы жерде шығар. Оның көлемі 1,5 литр, және де қытайлық 115 аттың күші бар. Бұның бір ерекшелігі, бір цилиндрге 2 форсунка жіберілген екен. Сондықтан қалаға тартысы бұл өте жақсы деп ойлаймын. Тем более вариатормен қосылған кезде тартысы осындай орта размерлі кроссоверға тартуға күші толыққанды жетеді. Қытайлықтар осы көлікке 300 000 километр гарантия береді екен. Тағы бір айтып кететін зат, қытайлықтар сонша нәрсені істейді, бірақ осы жерге бар ғой, мынаны қоя салса болады, пульт бар ғой. Мынандай қолмен Жигулидікіндей үстіп, әлі күнге дейін 2024 жылда осыны істеп жүрміз. Бір минусы осы шығар. Ал достар, видео ұнаса комментарий жазыңыздар, лайк қойыңыздар, және де Kia Seltis'тің кореялық түрімен қандай айырмашылығы бар екені туралы жазып кетіңіздер. Бұл видеоны сіздерге кішкене болса да пайдалы болсыншы деген оймен түсіріп жатырмын. Мен ешқандай профессионалды блогер, автоблогер емеспін, бірақ өзім осы көлік туралы интернеттен өте аз ақпарат таптым. Сондықтан қатты сөкпеңіздер, керісінше лайк қойып, осы көлікті алам деп ізденіп жүрген достарыңызға жіберіңіздер. Бұл көліктің кішігірім бензин қанша жейтін туралы айтып кетейін, расходы жайлы. Қараңыздар, жалпы 2079 км жүрілген осы уақытқа дейін, және де орташа расходы 8,3 литр көрсетіп тұр. Жалпы мен трассаға шыққан кезде бұл көрсеткіш тіпті 5-6-ға дейін жетіп қалған, төмен түскен. Ал қалада қатты пробка кезінде және де кондермен кезде 12-ге дейін көтерілген. Орташа жылдамдығы, орташа расходы қазір 8,3 көрсетіп тұр. Бұл аз ба, көп па, 1,5 литрлікке өздеріңіз ойлап комментарий жазып кетіңіздер.